Бір күні сен өз үйіңнің есігін ашып кіресің. Сол сәтте ешкімнен рұқсат сұрамайсың, ешкім қашан шығасың демейді. Себебі бұл сенің үйің. Көп адам үй алуды кейінге қалдырады. Ақша көбейсін, жалақы өссін, уақыты келгенде алам дейді. Бірақ арман өздігінен орындалмайды. Ол шешім қабылдаған кезде ғана жақындай бастайды. Иә, басында қорқынышты болуы мүмкін. Ипотекадан қорқасың, ай сайынғы төлемнен қорқасың. Қолымнан келмей қалса ше деген ой мазалайды. Бірақ ойланып көрші, бірнеше жылдан кейін сен бәрібір ай сайын ақша төлейсің. Айырмашылығы, бір жағдайда ол ақша бөтен адамның қалтасына кетеді, ал екінші жағдайда өз үйіңе айналады. Ең үлкен тәуекел әрекет ету емес, ең үлкен тәуекел жылдар бойы әрекет етпей бір орында қалып қою. Үй жай ғана қабырға емес, ол отбасыңның естелігі, балаларыңның алғашқы қадамы, ата-анаңды қуана қарсы алатын жер, кешкі тыныштықты сезінетін мекен. Арман үлкен болған сайын, алғашқы қадамда маңызды болады. Егер бүгін бастасаң, ертең нәтиже көресің. Ал ертең емес, дәл қазір шешім қабылдасаң, бірнеше жылдан кейін бүгінгі күніңе алғыс айтатын боласың. Есіңде болсын. Арман орындалатын күнді күтпе. Арманың орындалатын күнді бүгіннен бастап өзің жаса.